Сәлем достар, сізбен бірге Puzzle каналы. Бүгін көрермендерімізге қызықты логикалық сұрақтарды дайындап қойдық. Егер қасыңызда біреу болса, экран алдына шақырып бірге жауап беріңіз. Және қанша сұраққа дұрыс жауап бергеніңізді есте сақтап отырыңыз. Аяғында комментарийге жазасыз. Дайынсыз ба? Ал онда кеттік. Ең алдымен сұрақ оқылады, ал одан соң бірнеше секундтан кейін жауабы айтылатын болады. Барлығы әділдікпен өту үшін сұрақпен танысып алғаннан кейін паузаға басып, өз жауабыңызды ойлап алыңыз. Сұраққа жауап тапқаннан кейін қайта плей басып, дұрыс жауапты тыңдаңыз. Мына логикалық сұрақты Америка елінде балалар мен үлкендерге қойғанда, балалар 10 секунд ішінде жауабын тауыпты. Сұраққа келетін болсақ, автокөлік тұрағында номерленген 6 орын бар. Осы тұрақта орналасқан көліктің астында қандай сан? Бұл сұраққа жауапты табу үшін осындай ракурстан қарау керек, сонда жауабы өзі шыға келеді. Келесі сұрақ. Бұл Қайрат. Ол 1955-те өмірге келді. Қазіргі таңда оған 33 жас. Сонда ол қалай, достар? Жауабы 1955 Қайраттың туған жылы емес, ол оның туылған перзентханасындағы палатасының номері. Сіз қазір көріп отырған үш көршілес адамдардың үйі, олардың біреуі ұрлық жасап келді. Бірақ үшеуі де күні бойы үйде отырдық деп айтады. Сонда қайсысы ұрлыққа барып келді? Ұрлыққа қызыл көліктің иесі барып келді. Бұл күн жаңбырлы болды. Күлгін және жасыл көліктер ешқайда бармай орындарынан қозғалмағандықтан астары құрғақ болып тұр. Бұл суретте 3 сіреңкені алып тастасаңыз, аяғында 4 бірдей қалдық сіреңкесіз 4 бұрыш шығу керек. Сұрақ: қай жердегі 3 сіреңкені алып тастау керек? Бұл сұрақтың жауабы осындай. Ал бұл жерде таразының үстіне отырғызылған қоян мен мысық 10 кг. Қоян мен ит 20 кг. Ит пен мысық 24 кг. Ал үшеуін бірге таразыға отырғызсаң қанша килограмм болады? Жауабы 27. Бұл теңдеуде сәл ойлансаңыз, қоян 3, мысық 7, ал ит 17 килограмм екенін тапса болады. Ал енді достар, детектив болуларына тура келеді. Себебі оқу жылының бастапқы күндерінің бірінде сабақ аяқталған соң, география мұғалімінің мәйіті сыныпта табылады. Полиция қызметкерлері бірден 4 күдікті адамды ұстады. Олар математика мұғалімі, дене шынықтыру мұғалімі, директор және бағбан. География мұғалімі қайтыс болған сәтте кім қайда болғанын айтады. Мен ол уақытта мектептің артында шөп қиып гүл суарып жүрдім. Менің оқушыларында математикадан 90-дық бақылау болды. Ешқайда шыға алмай солармен болдым. Біз сыныппен 2-ке бөлініп баскетбол ойнадық. Мен күні бойы өз жұмыстарымен кабинетте отырдым. Барлығы қайда болғанын айтқаннан кейін өлтіргіш бірден табылып ұсталынды. Сұрақ: өлтіргіш кім болып шықты және география мұғалімі өлтіргені қалай білінді? География мұғалімін математика мұғалімі өлтірді. Себебі ол оқушыларда 90-дық бақылау болды деді. Ал егер сұрақтың ең басын байқасаңыз, бұл жағдай оқу жылының бастапқы күндерінде болды. Ал оқу басталғанда ешқандай 90-дық бақылау болмайды. Бұл жерде қандай қателікті таба аласыз? Қателік міне мына жерде. Таба деген сөз 2 рет жазылып тұр. Бір адам қатты жаңбыр кезінде үйіне қолшатыр, бас киім, капюшонсыз барады. Тіпті басына еш нәрсе жаппайды. Бірақ үйге кірген сәтте басында бірде сулы шаш болмайды. Жауабы: өйткені оның басында сулы болатындай бірде шашы жоқ екен. Сіз қазір көріп отырған футболкада қанша тесік? Футболкада 8 тесік. Міне мына жерде алдында 2, артында 2. Міне мұнда тағы тесіктер және осы жерлерде. Достар, қанша сұраққа дұрыс жауап бердіңіз? Комментарийге жазып кетіңіз. Және осы видео көп лайк жинап жатса, тағы да осындай логикалық сұрақтармен видео түсіретін боламыз. Сондықтан лайктарыңызды аямай басыңыз. Және Puzzle каналына жазылып, өз достарын шақыруға ұмытпаңыз.
Ал егер міне мына жердегі қоңыраушаны бассаңыз, біздің жаңа видеоларымызды ешқашан өткізіп алмайсыз. Әлеуметтік желілердегі парақшаларымызға сілтемелер сипаттамада және бірінші комментарийде. Бүгінге осы. Пазлға жазыл.